Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн биз 7-сынып алгебра кыскача көбүйтүү формулаларына арналган эсепти чыгарабыз. Ал бизде 35-те биринчи эсеп. Өнүктү акчамдаңдар. Биринчи эсеп бизде номери 35-те 1. Биринчи эсеп m куб плюс 6n квадрат сыртында квадрат 2 өнүктүн косинусунун квадраты азайтуу 6n квадрат минус m куб e квадрат. Енді мынаны ашамыз. Кыскача көбүйтүү формуласынын экинчи формуласы. 2 өнүктүн косинусунун квадраты. Енді ол бизде мына формула. А косулган в квадрат ол бизде береді а квадрат косулган 2а в косулган в квадрат. Енді мынаны ашамыз. M'нің alt дәрежесі m'нің 3 дәрежесін квадраттаған кезде дәрежелі көбейтіліп кетеді. M'нің alt дәрежесі болады. Көбейтіліп кетпейді, дәрежелі қосылады. Қосылған мына екеуін көбейтеміз, сосын формулада екеуі өтеміз. А мен бұны көбейтеміз деп тұр ғой. А дегеніміз m куб, б дегеніміз 6n квадрат. Онда а мен бұны көбейтеміз және оны 2 еселе деп тұр. Онда 6n квадрат m куб 12-ге көбейтсек 12 m куб n квадрат қосылған. Енді мынаны квадраттаймыз. Ол бізде 6-ның квадраты 36, n квадратты квадраттасақ n-нің 4 дәрежесі болады. Минус. Жақшаның алдында минус тұрған кезде жақшаны бірінші есептеп алуымыз керек. Онда мынаның квадраты бізде 36, n-нің 4 дәрежесі азайтылған. 2-ні көбейтіп және 2-ге көбейтеміз. Онда бізде 12 m куб n квадрат. Енді мынаны квадраттаймыз. Плюс m-нің 6 дәрежесі тең. Енді ары қарай шығарамыз. M-нің 6 дәрежесі қосылған 12 m куб n квадрат плюс 36 n-нің 4 дәрежесі минус 36 n-нің 4 дәрежесі қосылған. Жақшаның алдында минус болған кезде, жақшаны ашқан кезде, жақшаның үстіндегі сандардың тағмасын кері тағма болса, мына жерде плюс еді ғой. Мен минус дедім. Енді мына минус болса, минус пен минус бізде плюс болып кетеді. 12 m куб n квадрат. Мына жерде плюс пен минус болады. M-нің 6 дәрежесі тең. Енді осы жерде қысқарады. Мына M-нің 6 дәрежесі мен M-нің 6 дәрежесі қысқарады. Және 36 N-нің 4 дәрежесі мен 36 N-нің 4 дәрежесі қысқарады. Бізде сонда не қалады? 12. Бізде мынау қалды. Екеуін біріктіреміз. 24 M куб N квадрат. Енді ары қарай екінші есеп. Екіншісі x квадрат минус 7 y кубтың 2 дәрежесі қосылған x-ның 2 дәрежесі қосылған 7 y кубтың квадраты. Енді мынаны квадраттаймын. Мына формуланы қолданамыз. Тек қана жер минус болады. Мына жер минус болады. x-ның 4 дәрежесі азайтылған 14x квадрат y куб плюс 49 y-тің 6 дәрежесі қосылған, мынаны квадраттаймыз, x-тің 4 дәрежесі қосылған 14x квадрат y куб қосылған 49 y-тің 6 дәрежесі тең. Енді қысқартамыз. Мына жерде плюс болғандықтан мен бірден аша салдым. Енді қысқартамын. Мына жерде минус 14x квадрат y кубпен плюс 14x квадрат y куб қысқарады. Енді бізде не қалды? X-ның 4 дәрежесі, значит x-ның 4 дәрежесі. 2 қосылды, 2x-ның 4 дәрежесі болады. Плюс 49 y-тің 6 дәрежесіне плюс 49 y-тің 6 дәрежесін қосамыз. Онда ол 80, 98 y-тің 6 дәрежесі шығады. Енді бізде үшінші есеп. Қосылған 2x-ның 4 дәрежесі y квадрат минус 2x-ның 4 дәрежесі азайтылған 9z квадрат. Енді мынаны ашамын. 81 z квадрат қосылған. Екеуін көбейтіп және формулада 2-ге көбейтемін. 18, 36 x-ның 4 дәрежесі z
плюс енді мынаны квадраттаймыз, саны квадраттаймын, 2 квадраты 4, x-ның 4 дәрежесінің квадраты, x-ның 8 дәрежесін береді. Енді мынаны ашамын, мына жерде минус болғандықтан жақшаға ашып қалғанша. Мынаны квадраттаймын. 2 квадраты 4, x-ның 4 дәрежесінің квадраты, x-ның 8 дәрежесі минус. Мына 2-ні көбейтемін, 18, оны да формулада 2-ге көбейтсем 36, x-ның 4 дәрежесі z қосылған 9z-ті квадраттаймын, 9-ның квадраты 81, z-дің квадраты z квадрат болады. Жақшаның жауабы тең. 81 z квадрат қосылған 36 x-ның 4 дәрежесі z қосылған 4x-ның 8 дәрежесі минус 4x-ның 8 дәрежесі плюс 36x-ның 4 дәрежесі минус 81 z квадрат. Енді қысқартамыз. Мына жерден екеу қысқарады. Мына 4x-ның 8 дәрежесімен минус 4x-ның 8 дәрежесі қысқарады. Онда бізде не қалды? 36x-ның 4 дәрежесі, 36x-ның 4 дәрежесі болып бізде 72x-ның 4 дәрежесі шығады. Енді төртінші есеп бізде. Төртінші есеп 5a куб минус 4v-ның квадраты қосылған 4v қосылған 5a-ның кубы квадрат. Мынаны квадраттаймыз. 5-дің квадраты 25, а кубтың квадраты аның 6 дәрежесін береді. Минус. Мынаны көбейтемін, 20 болады. 20-ны 2-ге көбейтсем 40. 40а-ның кубы v-ны v болады. Плюс. Енді 4-ті квадраттаймын. 16 v-ны квадраттаймын, v квадрат болады. Плюс. Енді 4 v-ны квадраттаймын. 16 v квадрат. 4-ке 5-аны көбейтемін, және 2-ге көбейтемін онда. Плюс 20 болса 40 болады. 40а куб v болады. Енді 5а кубты квадраттаймын. Ол 25а-ның 6 дәрежесін береді. Енді осы жерді қысқартамын. Мына жерде менде 40 шықты ғой. Мына жерде минус 40а куб b-мен плюс 40а куб b қысқарады. И бізде тағы да мына жерде плюс шығады. Мына жерде де плюс болыпты. Енді әрі біріктіреміз. 25а-ның 6 дәрежесімен 25а-ның 6 дәрежесін қосам, 50а-ның 6 дәрежесі болады. Енді мына екеуін қосам, ол бізде 32 b-ның квадраты шығады. Осымен бізде 35-те бірінші есеп аяқталды. Келесі есеп бізде 35-те 2. Бірінші есеп бізде 1/1x квадрат минус 6y-дің квадраты минус 1/1x квадрат минус 6y 1/1x квадрат плюс 6y ол бізде береді. Енді мұнан мен қысқаша бөлу формуласын келіп тұр. Бізде a минус v-ның квадрат 2 12-дің квадраты. Ол бізде a квадрат минус 2ab плюс v квадрат береді. Енді мынаны келді. 1/1-дің квадраты бізде 1/121 болады. X-ның 4 дәрежесі минус 2-ні көбейтемін. 6/6 болады. Оны 2-ге көбейтемін. 1/132 шығады. 32x квадрат y болады. Плюс енді минус 6y-ді квадраттаймын. Ол плюс 36y квадрат береді. Енді минус мына екеуі бізде мына екеуі a квадрат минус v квадрат дегеніміз бізде a минус v a плюс v-ны береді ғой. Бізде мына түрде келтіріліп беріліп тұр. Біз мына түрге келтіреміз, көбейтін түрге. Онда мына екеуін квадраттай саламын. Онда 1/121 x-ның 4 дәрежесі азайту 36y-дің квадраты. Енді осы жерде қысқарта саламын. Мына мен қысқарып кетеді менде. Мына жерде плюс, мында минус. Сосын мына мен қысқарады. Жауабымда менде минустан шығады екен. Мына менің жауабым. Ол минус 1/132x квадрат y береді. Екінші есеп бізде 2/3a азайтылған 7v-ның кубы 2/3a қосылған 7v-ның кубы минус 2/3a қосылған 7v-ның 3 дәрежесінің квадраты.
Енді мына бізде мына формуланы беріп тұр, бірінші формула. Енді мына түрге келтіреміз, көбейтін түрге. Онда 2/3-тің квадраты бізде 23-тің квадраты қанша? 23-тің квадраты. Мына жерде тұр, мына 23 мына 529 болса, онда ол 529 дегені 23-тікі. Онда менде 2 орын қайрам. А квадрат минус 7-нің квадраты 49. В кубтың квадраты бізде оның алты дәрежесін береді. Енді минус, енді мынаны ашам. Жақсы. Мынаның квадраты 5,129 а квадрат плюс 2-ні көбейтем. Черновик керек. Бізде көбейтем. Өзі шақ есеп қой бізде. 2,3-ті көбейтем 7-ге. 1, 2, 14, 16 болады. Мына жерде тұрғайрам. Онда тағы да 2-ге көбейтсем. 2, мына жерде 12, мына жерде 3. Онда шығады 32 бүтін. Ондан 2. А бұның кубы қосылған. Мынаның квадраттайым 49. Бұның 6 дәрежесі тең. Енді ары қарай ашам. Мынаның өзін жазып аламын. 5,129 а квадрат минус 49 бұның 6 дәрежесі минус 5,129 а квадрат минус 32,2 а бұның кубы минус 49 бүтін бұның 6 дәрежесі тең. Енді қысқартам. Мынамен мынау қысқарып кетеді менде. Онда менде мына екеуін қосамын. Минус 98 бұның 6 дәрежесі. Мынаң минус 32 бүтін 2 а бұның кубы. Енді менде үшінші есеп. Үшіншісі 3,1 n куб минус 5m квадрат плюс 5m минус 3,1 n 3 дәрежесі 5m m плюс 3,1 n 3 дәрежесі тең. Енді мынаны ашамын. 3,1-дің кубы дейді. 31-дің кубы бізде. 31-дің кубы 961. 961 дегеніміз ол. Мына жерде 9,161 n-нің 6 дәрежесі минус. Мына екеуін көбейтсем 115,5. Оны 3-ке көбейтсек 15,5-ті 2-ге көбейтеміз 10. Мына жерде 10 болады 11. Мына жерде 3. 31 n куб. Мынау n. Сосын m. Плюс 25m квадрат. Плюс. Енді мына екеуін келтіреміз. 5-дің квадраты 25m квадрат минус 9 бүтін 161 m-нің 6 дәрежесі болады. Мынау 61. Енді қысқартамыз. Мынамен мынау қысқарып кетеді бізде. Не болады бізде? Жауабында минус 31 немесе. Екеуін қосамыз. 50 m квадрат минус 31 m n куб и m. Шығады екен. Осымен 35-те 1, 35-те 2-ші есеп аяқталды.